Психологиялық тест. Сіздің ақша табу қабілетіңіз қандай? Монеталардың бірін таңдау арқылы өзіңіздің қаржыны табуға және оны жаратуға деген қабілетіңізді анықтаңыз. Әдетте психологиялық тесттер көп көмегін тигізеді. Бірінші монетаны таңдаған болсаңыз, сізге дәл қазір күнкөріс үшін ақша табу қиынырақ. Монетаның ішіндегі тесік сізде ақшаның тұрақсыз екенін білдіреді. Сіз жалақыдан жалақыға дейін өмір сүруге бейімсіз. Кейде ақшаны аяқ асты жаратып та үйреніп қалғансыз. Дегенмен сіз қаржылық жағдайы жақсы адамдармен оңай тіл табыса аласыз. Екінші монетаны таңдаған болсаңыз, бұл үнемшіл жандардың таңдауы. Сіз шешім қабылдауға ешқашан асықпайсыз және әр нәрсені мүмкіндігінше тиімді етудің ұтымды әдісін таба аласыз. Жуырда қаржылық жағдайыңызды жақсарта аласыз. Қаржылық мақсатыңызды күнделікті есептесеңіз, ол процесс жылдамдайды. Сіз үшінші монетаны таңдаған болсаңыз, бұл таңдау сізде жақын арада өзгермейтін тұрақты қаржылық жағдайдың бар екенін көрсетеді. Егер сіз табысыңызды арттырғыңыз келсе, онда жаңа табыс көзін іздеуіңіз керек. Ең дұрысы білім алу. Сіз позитивті өмір сүру салтын жақсы білесіз, әрі дәстүрді ұнатасыз. Енді бойыңыздағы талантты дамыту үшін және сатуды үйренсеңіз жеткілікті. Төртінші монетаны таңдаған болсаңыз, алдағы айларда сізде қаржылық серпін болады. Бойыңыздағы тәжірибенің жемісін көруге де аз қалды. Түбіртекті қалай көбейту керектігін туралы ойлану керек. Өйткені ақша жұмыс істеу керек. Егер сіз бұл қиындықты жеңе алсаңыз, сіз әлі көптеген жылдар бойы жайлы өмір сүре аласыз. Бесінші монетаны таңдаған болсаңыз, сізде қазір іскерлік қабілетіңіз жоқ. Өзгерістерден қорқасыз. Осылайша өзіңізді көбірек табыс табу мүмкіндігінен айырып отырсыз. Ақшаға деген көзқарасты өзгерту керек. Тәуекел түбі жел қайық. Өтесің де кетесің. Тәуекелге барудан қорықпаңыз. Кәсіптегі серіктесіңізге сенуді үйреніңіз. Алтыншы монетаны таңдаған болсаңыз, жыл бойы сізге сәттілік серік болады. Сіз күтпеген жерден қомақты ақша алатын бақытты жанның бірісіз. Бірақ көп қаржының сұрауы да көп болатынын естен шығармаңыз. Егер сіз өзіңізді әлсізбін деп есептесеңіз, ақша сізді уысыңыздан шығып кететіні естен шықпасын.